красота. Еті жұмсақ. Кішкене жоғарылау, сондықтан ашып жабасын. Сәлем, біз Ақкөл деген жерге келдік. Бұл Астанадан 110 шақырымдай жерде орналасқан сондай кішкентай қалашық. Сол қалашықтың маңайында екі үлкен демалыс аймағы бар. Біз соның Wyndham деген демалыс аймағын таңдап келдік. Қазір сіздерге рум-тур жасайын. Рум-тур жасайық. Әдеттегідей шкаф, биік, есіктер жуан, ауыр. Қараңыздар, вешалкалары қандай. Барлығын өте жоғары деңгейде жасаған. Сосын мына жақта енді су, шай наборлары. Мынау ромашковый чай деп айтты. Біз жаңа келіп суымызды ішіп алдық. Сосын мында басқа жаңа қара шай, сондай түрлері. Мында орман ұйқысын сырлары деп бір нәрсе жазып қойыпты. Оны әлі оқып үлгерген жоқпын. Қазір номерді көрсетемін. Мына жақта санузелді көрсетіп алайын. Мына үлкен ванна. Сосын мына номер категориясында душтың ішінде мындай парилкасы бар екен. Так, унитаз. Сосын мына зонасы қараңыздар, әдемі, ағаштармен сондай әшекейлеп жасаған, барлығы бар. Жинақ, астында фен, таразы, орамалдар, халат. Сосын бөлме, бұл бөлме категориясы кішкене жоғарылау, сондықтан да квадратурасы да үлкен, 41 квадрат деп айтты. Мына жақта төсек тұр, қараңыздар, светильниктері де сондай стильде жасалған, көрдіңіздер ма? Ағаш түрінде тумбасы да ерекше екен, сондай стиль. Ау, қараңыздар, мына жоғарыдағы да ағаштан жасалған. Телевизор тұр, үлкен айна, жұмыс істейтін зона. Мұнда да айна тұр, кондиционер, және мынау демалатын зонасы. Бұл жерде де қараңыздар, мындай кішкентай журнальный столик қандай ерекше әдемі қылдырып жасалған. Балконы да өте керемет, өте үлкен балкон екен. Мұнда доп ойнауға болады ғой. Панорамный вид, панорамный окна. Жаңа біз келіп мына жерді ашып қойдық. Барлығы негізі жабық тұрған еді. Бүйтіп жылжытып ашып жабасын. Және көрініс орманға. Мына жақта енді ағаштар жоқ, мына жақта ағаштар бар екен. Номерлар және номерден шыққан кезде де су тұр. Су тұрған столигі де әдемі. Және жоғарғы қарай қазір көтеріліп баратырмын. Тамақ ішетін ресторан жоғарғы жақта екен. Ух ты-ш! Әдемі барлығы, мұнда отырып жұмсақ. Күшті. Так, мынандай берді. Мынау крема тамаққа кіреді. Қаймақ, нан, май, салфетка, су және Сарыарқаның кең байтақ даласы. Ес күшті. Wyndham Residence Ақкөл тура орман тоғайдың ортасында орналасқан. Ауасы өзгеше, таза. Деп дыхательный гимнастика жасаймыз қазір. Кстати, брекет жоқ, мен уже күлген кезде ұяла берем. Сол кезде 2,5 жыл тақтым, Соны әлі күнге дейін сондай сезім қалып қалған. Қыз дұрыс күлмей қояйыншы деген ой тұратса басында. Ужас, кеше шештім. Самовар. Ванная надо. Наверное, банядағы сияқты.
Классно. Закончили. Вас с днем рождения, желаю всего самого наилучшего в жизни, счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким. Біз кеше бұл жерге кешкі ас ішуге келіп едік. Мейрамханасы ұнады, дәмді тамақтары. Әсіресе қаздан жасалған бешбармақ, сосын медовый торт және пельмени күшті болды сорпасымен. Жұмыс істеп жүрген жас қыздар, жігіттер молодцы, жұмыстарын жақсы атқарып жүр. Қазір жол жүрердің алдында түскі асымызды да осы жерден ішіп кеткелі жатырмыз. Орман, таза ауа, көтеріңкі көңіл күй. Классно все. Ой, мне так здесь нравится. Щетель болып тұрған да. Красота. Қараш, қандай кадр. Қаздан жасалған бешбармақ үшін келдік. Кеше өте дәмді болды. Еті жұмсақ, бізге ұнады. Бүгін қайтып келдік осыны жеу үшін. Қасында сорпасы бар, етінен алайық. Кайф. Біздің демалысымыз Ақкөлдегі өзінің мәресіне жетті. Ақкөл тек жақсы впечатление қалдырды. Келесі жолы келесің ба бұл жерге деген сұрақ қойса, әрине де я деп жауап берем. Екі демалыс орталығы да жақсы. Бағалары барлығы енді интернетте бар. Қарап көрсеңіздер болады. Шарджум және Wyndham Резиденс Ақкөл. Бурабаймен салыстырғанда біріншіден жақын және сервисі мүлдем кем емес. Асып түспесе деп айтам, көп отельдерден Барабойдағы салыстырғанда. Сол минустарын біз нені қараған жоқпыз, айналасын. Мұнда көл бар ма суға түсетін, және бассейн, мен ойымша сыртқы далада орналасқан бассейн. Мұнда екі отельде де бассейн жоқ, сыртта да, іште біреуінде кішкентай бассейн бар, сол болмаса енді минусы. Сосын Бурабайда енді тамақ ішетін жерлер көп, қаланың ішінде неше түрлі кафелер, отельден тыс бөлек арзанырақ табуға болады. Қазақстанымыздың көрнекті жерлері Оқжетпес, Жұмбақтас секілді, көлде катамаранмен, қайықпен жүзуге болады. Жалпы солай, Ақкөл енді кішкене сондай тыныш, өзіңмен өзің болатын демалыстың бір түрі. Солай. Салем дейтін үлкен супермаркет бар екен. Бас көшесінде, сол жерге кіріп, сусын алып, бұйырса жолға шықтық. Ішінде аптекада бар үлкен биосфера деген.